Әкесі баласын оқыту үшін оған мұғалім жалдайды. Ал олар болса тым артық кетіп, араларында махаббат пайда болады. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Кино Тайм каналы. Бүгін біз «Мой наставник» деген фильмді талдайтын боламыз. Ең басты рөлде Бобби деген жігіт. Бобби және оның достары әлі күнге дейін қыз көрмеген екен. Сөйтіп бір күні олар бұл жағдайды түзейміз деп кешке жақын ақшаға қыздарды сатып алуға барады. Бірақ барған кезде бір досына жаман қыз түсіп, ал Боббидің өзі ұйықтап қалып, сөйтіп олар тағы да қыздарды көре алмай қалады. Таңертең әкесі баласын шақырады. Боббидің мұғалімі әкесіне француз тілінен төмен бал алып қалғанын айтып, оған қосымша емтихан тапсыру керектігін айтып түсіндіреді. Сол себепті әкесі баласына жақсы француз тілінен беретін мұғалім жалдап қойыпты. Келесі күні Бобби бассейнде жүзіп жүрсе, жаңағы Терри деген мұғалім келіп, екеуі танысады. Жаңағы Терри деген мұғалімге